Бақтыбай Далабек, бірінші сірес түрік қағанат түркі елдерінің құрылуы және даму туралы тақырыпты айтайын деп тұрмын. Бізде бірінші тақырып түркі қағанаты туралы болады. Түрік қағанаты ол түріктердің бастамасын алып берген және ең бірінші құрылған түрік мемлекеттерінің бірі. Ол 552 жылы басталды. Бұрын олар Жужан мемлекетіне тәуелді болады. Жужан мемлекеті ол кезде ең үлкен мемлекеттердің бірі болады. Олар Жужандардың қол астында темір балқытумен айналысып, кейін елтеріс құлтықпен бумын бастаған көтерілісте олар өздерінің тайпасын жинап Жужандарға қарсы тұрады және сол көтерілісті ұтып өздерінің тәуелсіздігін алады. Олар мекендеген жерлер өте кең болды. Олар Алтай тауларынан бастап батыс Каспий теңізіне, оңтүстікте Қытай шекараларынан созылды. Кейін мемлекет күшейіп, қазіргі Монғолия, Қазақстан, Орта Азия, тіпті Шығыс Еуропаға дейін өз ықпалын жүргізген. Және бірінші қаған ол Бумын болды. Бумын өзін қаған деп сайлады. Және Бумын қаған қайтыс болғаннан кейін оның ісін Қараеске, кейінірек Мұқан қаған билікке келді. Оның жолын жалғастырды. Мұқан қаған тұсында түрік қағанаты ең мықты, ең қуатты дәуірін бастан кешті. Ол кезде түріктер көптеген көрші елдеріне бағындырып, ұлы далада нағыз державаға айналдырды дейді кейбір деректерде. Алайда уақыт өте келе қағанат ішкі билік үшін талас жүргізіп құлдырай бастайды және 603 жылы екіге бөлінеді: Шығыс түрік қағанаты және батыс түрік қағанаты, яғни ШТқ, БТқ. Шығыс түрік қағанаты 603 жылы құрылды. Оның орталығы Архон өзенінің бойында, қазіргі Монғолия жерлерінде орналасқан. Бұл қағанаттың алғашқы билеушісі елтеріс құлтық болған. Елтеріс құлтық қаған ол елді біріктіріп, бұрынғы даңқты түрік қағанатының рухын қайта тірілтті. Елтерістен кейін билікке оның ұлдары бірге қағанмен Күлтегін қаған келді. Сол кезеңде мемлекет өте мықты болды. Қытаймен соғысып, өз тәуелсіздігін қорғап, және бірге қағанмен Күлтегін, сол Күлтегіннің арқасында ел дами бастады. Өйткені олар елді әділ басқарып, мәдениет пен руханиятқа ерекше мән берді. Архон Енисей жазбаларда сол кезде пайда болды. Және ол түркі халқының алғашқы жазба ескерткіші болып саналады. Шығыс түркі қағанатының халқы негізінен мал шаруашылығымен айналысты. Жазда жайлауға, қыста қыстауға көшпелі болды. Олардың өмірі еркін, жауынгерлік рухқа толы болды. Бірақ кейін билік үшін талас күшейіп, көрші Қытай мемлекеттері олардың ішкі істеріне араласып, ақырында қағанат әлсіреп, 8 ғасырдың ортасында ыдырап кетті. Бұл шығыс түрік қағанаты. Ал батыс түрік қағанатын айтып кетсек, ол да 603 жылы құрылып, Жетісу өңірін, қазіргі Қазақстан оңтүстік және батыс аймақтарын, Орта Азияны қамтыды. Орталығы Суяб және кейін Тараз қаласы болды. Батыс қағанаттың негізін қалаған Тардуш қаған болды. Бұл мемлекет Ұлы Жібек жолы бойында орналасқандықтан сауда және мәдениет дамыды. Қағанаттың құрамына көптеген тайпалар кірді. Олар Нушеби, Түргеш, Дулу, Қарлұқ және тағы да басқалары. Батыс қағанаттың хандары арасында Тонжабу қаған ерекше танымал болды. Ол елдің ішкі тәртібін күшейтіп, көрші елдермен достық және сауда қатынастарын дамытқан. Бірақ кейін тайпалар Дулу мен Нушеби тайпалары арасында билік үшін күрес басталып, қағанат әлсіреп кетеді. Осыны пайдаланған арабтар мен қытайлар олардың жеріне жиі шабуыл жасайды және 8 ғасырдың ортасында батыс түрік қағанатын ыдырап кетеді. Және келесі тақырып бізде Түргеш қағанаты болады. Түргеш қағанаты батыс түрік қағанатының құлағаннан кейін оның орнына құрылған түркі мемлекеті.
Бұл мемлекет 704 жылы пайда болды. Түргештер негізін қалаған 3 ел құрған. Ол бұрынғы батыс түрік қағанатының жерінде, яғни қазіргі Қазақстан жетісу аймағында өз билігін орнатты. Олардың орталығы алғашында Сояб қаласы болса, кейін Тараз қаласына көшті. Түргештер негізінен мал шаруашылығымен айналысты, және олар көшпелі халық болды. Бірақ мал шаруашылығымен ғана емес, егіншілік және саудамен де жақсы айналысты, жақсы дамытты. Өйткені олар Ұлы Жібек жолында өмір сүрді. Сондықтан Қытай және Араб елдерімен сауда қатынаста болды. Үш ел қаған елді бір орталыққа біріктіріп, тұрақтылық орнатуға тырысты. Оның билік кезінде мемлекет күшейіп, шекараларды қорғады. Дегенмен ол қайтыс болғаннан кейін билік үшін тағы талас басталып, түргештер екі топқа бөлінді. Олар сары түргеш және қара түргеш. Бұл бөлінгендіктен ішкі тартылыс болады, және де тартылыстардың кесірінен ел әлсірейді. Сол кезеңде Орта Азияға араб әскерлері ене бастаған. Түргештер араб пен қытайларға қарсы күресте маңызды рөл атқарды. Тоңқаған кезінде мемлекет қайта күшейіп, елдің бірлігін сақтап қалуға бар күшін салды. Тоңқаған кейбір деректерде сұлу қаған дейді, және сүзеген қаған деп атаған. Өйткені деректер бойынша ол соғыс кезінде сүзгендей кіріп келетін болған. Сүзіп, және ол арабтарға қарсы соғыстарды сәтті аяқтап, елдің тәуелсіздігін қорғаған. Дегенмен сұлу қаған қайтыс болғаннан кейін билік үшін күрес қайта жалғасып, мемлекет әлсіреп, 8 ғасырдың ортасына қарай түргештердің билігі әлсіреп, олардың орнына қарлұқтар күшейе бастады. Ал қарлұқ қағанат туралы айтып кететін болсақ, олар түргештер құлағаннан кейін, маған айтқандай, жетісу жерінде құрылған мемлекет, түркі мемлекеті болды. Олар шамамен 756 жылы пайда болды. Қарлұқтар бұрыннан түркі тайпаларының ішіне ең күшті әрі ықпалды тайпа болды. Сондықтан олар түргеш қағанаты әлсірегеннен кейін билікті өз қолдарына алды. Қарлұқтар негізгі қонысы қазіргі Қазақстанның оңтүстік шығысы жетісу аймағы және Ыстықкөл маңы болды. Кейінірек олардың билігі шығыс Түркістан мен Ферғана алқабына дейін тарады. Мемлекеттің алғашқы орталығы Сояб қаласы болса, кейін Қашқар мен Баласағұн маңызды орталықтарға айналып кетті. Қарлұқтардың өмір салты туралы айтып кететін болсақ, жартылай көшпелі еді. Олар мал шаруашылығымен айналысты, және егіншілік пен қолөнерді бірге дамытты. Олар Ұлы Жібек жолында орналасты, және олардың көптеген қалалары бойынша халықаралық сауда мен мәдениеті байланыстар өркендей берді. Қарлұқтар бастапқыда ұйғыр қағанатына бағынатын болғандықтан, бағынды ұйғыр қағанатына, бірақ уақыт өте келе күшейіп, тәуелсіздігін жариялады. 8 ғасырдың аяғында олар өз қағанатын құрып, Қарлұқ қағанатының алғаш билеушісі Білгекүл деп атаған. Ол елдің тәуелсіздігін нығайтып, билікті орнатуға тырысты. 9 ғасырдың басында Қарлұқтар Қашқария мен жетісу аймағында мықты күшке айналды. Алайда олардың көршілері самониттер және оғыздар жиі шабуыл жасап әлсіретті. Соған қарамастан Қарлұқтар елдің бірлігін сақтап, ислам дінінің таралуына жол ашты. 9 ғасырдың соңына қарай олардың арасында ислам ене бастады. Кейіннен Қарахан мемлекеті құрылған кезде бұл процесс толық жүзеге асты. Қарлұқ қағанатының тарихы 10 ғасырдың ортасына дейін жалғасып, кейін Қарлұқтар Қарахан әулетінің негізгі қалаушыларының бірі болды. Бірақ оны келесі шамалы уақыттан айтам. Бізде өйткені келесі тақырып ол Оғыз мемлекеті. Оғыз мемлекеті 9 ғасырдың соңында Сырдария өзенінің төменгі ағысына және Арал теңізінің маңында құрылған түркі мемлекеті болды. Бұл мемлекетті Оғыз тайпалары құрды. Олар бұрыннан түркі дүниесінің ірі бірлестіктерінің бірі болған.
түргеш пен қарлұқ қағанаттары әлсіреген соң оғыздар өз билігін күшейтіп жеке мемлекет құрды. Оғыздардың негізгі орталығы Жаңакент қаласы болды. Бұл қала Сырдарияның бойында орналасқан. Сол заманда үлкен сауда және мәдени орталықтар ретінде танылған. Мемлекеттің алғашқы билеушілері жабғу, яғни ябғу деп аталған. Жабғулардың қасында кеңес беріп отырған ақылшы адамдар мен әскер басшылары болды. Олардың бірі Күлеркін, екіншісі Субашы деп аталған. Оғыздар мал шаруашылығымен айналысты және көшпелі халық болып, бірақ Сырдария бойында егіншілік пен сауда жақсы дамыды. Ұлы жібек жолының бір тармағы олардың жері арқылы өткендіктен оғыздар көшпелі елдермен, жақын жандағы көрші елдермен, кешірім сұраймын, әсіресе Қимақ, Саманит және Хазар мемлекеттермен тығыз байланыста болды. 10 ғасырда оғыз мемлекеттері күшейіп, Сырдариядан бастап Каспий теңізінің жағалауына дейін кең аймақ қамтыды. Сол кезде олардың ең атақты билеушісі Әли Шахмарик болды. Ол оғыз жерлерін біріктіріп, мемлекетті нығайтты, бірақ кейінірек ішкі қақтығыстар мен билікке талас мемлекетке зиян тигізді. Оғыздардың көшісі болғандықтан қыпшақтар күшейіп, олардың жеріне қауіп төндірді. Сондай-ақ шығыстан қарлұқтар мен түркмен тайпаларды шабуыл жасап, қысым жасай бастады. Осылайша 11 ғасырдың басына қарай оғыз мемлекеті әлсіреп, ақырында ыдырап кетті. Дегенмен оғыз тарихта оғыздар үлкен із қалдырды. Олардың ұрпақтары кейінірек батысқа қарай көшіп, қазіргі түркмен, түрік және Әзербайжан және басқа да халықтардың негізін қалады. Сондай-ақ оғыздардың шыққан белгілі басшысы Сәлжүк сұлтандардың әулеті бүкіл шығыста үлкен империя құрған. Қорыта айтып кетсек, оғыз мемлекеті түркі халықтарының тарихында аса маңызды мемлекеттердің бірі болды. Олар тек әскери және саяси тұрғыда ғана емес, мәдениет пен дін жағынан да үлкен рөл атқарды. Оғыздардың дәстүрі мен тілі кейінгі көптеген түркі елдердің дамуына әсер етті. Бізде келесі тақырып ұйғыр мемлекеті болады. Ұйғыр мемлекеті 744 жылы екінші шығыс түрк қағанатының орнына пайда болды. Ұйғырлар бұрын түрктердің құрамында болған, бірақ кейін күшейіп өздерінің тәуелсіз мемлекетін құрды. Мемлекет орталығы Архон өзенінің бойында Қарабалас қаласы болды. Бұл қала сол дәуірдегі үлкен мәдени, саяси және сауда орталығына айналды. Алғашқы билеушісі Баянчор болды. Баянчор қаған, кейде Білке қаған деп айтылады. Ол ұйғыр тайпаларын біріктіріп, мемлекетті нығайтты. Көрші мемлекет елдермен, әсіресе Қытаймен тығыз байланыста болды. Ұйғырлар көшпелі өмір салтын ұстанғанымен, егіншілік пен қала мәдениетте дамыған. Олар саудамен, қолөнер және жазу сызумен айналысты. Ұйғырлар өздерінің жазуын қалыптастырған. Ұйғыр жазуы сол заманда кең тараған мәдени жетістік болып саналды. Баянчор қаған оның мұрагерлері тұсында ұйғыр мемлекеті өте күшейіп, Монғолия мен Шығыс Түркістан аумағында түгел өз билігіне қаратты. Олар Қытайдың тан әлеуметімен одақтастық бірқатар көтерілістерді басуға көмектесті. Қытаймен достық қарым-қатынас орнатып, ұйғырлар жібек, астық және басқа да тауарлармен алмасып отырған. Және
8-9 ғасырларда ұйғыр мемлекеті мәдени және экономикалық тұрғыдан дамыған ел болды. Олар манихей дінін мемлекеттің ретінде қабылдады. Кейін буддизм және христиандық, яғни нестриандық дінді қабылдады, тарата бастады. Алайда уақыт өте келе мемлекет әлсірей бастап, ішкі билік тартыс болды. 840 жылы Енисей қырғыздарды ұйғыр қағанатын талқандап, Қарабала соғының қаласын қиратты. Қирағаннан кейін ұйғыр халқының бір бөлігі Тұрфан мен Қашқар маңына көшіп, сол жерде жаңа ұйғыр мемлекетін Қарахан дәуіріне дейін өмір сүрген Тұрфан ұйғыр хандығын құрды. Бізде келесі тақырып ұйғыр қағанаты. Олар 744-840 жылдарда билік етті. Ұйғырлар ежелден келе жатқан түркі халықтарының бірі. Олардың тарихы өте терең, мәдениеті бай, ал аты 8 ғасырда құрылған ұйғыр қағанатымен тығыз байланысты. Ұйғырлар түркі тектес тайпалардан шыққан. Алғашында олар Орхон мен Сленка өзендерінің бойында, қазіргі Моңғолия жерінде мекендеген. Ұйғырлар ежелгі замандарында түркі елімен маңызды рөл атқарған. Олар бастапқыда екінші шығыс түркі қағанатының құрамында болды, бірақ кейін күшейіп 744 жылы өздерінің жеке мемлекетін ұйғыр қағанатын құрды. Бұл мемлекет негізін қалаған Баяншүр қаған. Сол дәуірде ұйғыр халқының саяси және мәдени өмір қарқынды дамыды. Ұйғырлар мал шаруашылығымен қатар егіншілік пен қолөнерді дамытты. Олар тұрақты қалаларда өмір сүріп, сауда-саттықпен айналысты. Орхон өзенінің бойындағы Қарабала соғының қаласы мен олардың астанасы болды. Ол замандағы ең өркениетті орталықтардың бірі саналды. Дін жағынан айтып кететін болсақ, дін жағынан ұйғырлар ерекше болған. Олар алғашында манихей дінін қабылдады. Бұл дін бейбітшілік пен ізгілікті дәріптеген. Кейін буддизм мен нестриандық христиандықты тарай бастаған. Осындай түрлі діндердің ықпалы олардың мәдениетін бай болуына әсер етті. 840 жылы Енисей қырғыздары ұйғыр қағанатын талқандап, ұйғыр халқының бір бөлігі солтүстікке, оңтүстікке, шығыс Түркістанға қашып кетті. Сол жерде олар жаңа өмір бастап, Тұрфан және Қашқар маңында қоныстанып, Тұрфан ұйғыр хандығы құрылды. Бұл мемлекетті 10-13 ғасырларға дейін өмір сүріп, мәдениет пен ғылымның дамуына зор үлес қосқан. Қазіргі ұйғыр халқы сол ежелгі ұйғырлардың ұрпағы. Олар негізінен Қытайдың Шыңжаң өлкесінде, Қазақстанда да, Қырғызстан мен Өзбекстанда тұрады. Ұйғыр тілі түркі тілдерінің қарлық тармағына жатады, яғни қазақ және өзбек тілдеріне жақын. Келесі бізде Қарахан мемлекеті. Олар 1212 жылдары билік етті. Қарахан мемлекеті негізін қалаған Қарлық, Шігіл және Яғма сияқты түркі тайпалары болды. Бұл тайпалар біріккеннен кейін күшті мемлекетке айналып, өз билігін Жетісу және Шығыс Түркістаннан бастап Мәуереннахрға дейін созды. Сатық Боғар хан олардың алғашқы билеушілері болды. Ол ислам дінін қабылдаған алғашқы түркі билеуші ретінде тарихқа ерекше орын алды. Исламның енуі Қарахан мемлекетіне үлкен мәдени және рухани өзгеріс әкелді. Сол кезден бастап түркілердің арасында мұсылмандық кеңінен тарай бастады. Қарахан мемлекетінің орталығы әуелде Баласоғ қаласы болса, кейін Қашқар қаласы да маңызды астанаға айналды. Қарахан әулеті кезінде қала мәдениеті және ғылым ерекше дами бастады. Сол дәуірде өмір сүрген ұлы ғалымдар және ақындар Жүсіп Баласағұни, ол Құтты білік кітабының авторы, және Махмұд Қашқари, ол Дивани лұғат түрк еңбегінің авторы болды. Түркі өркениеттерінің дамуына өлшеусіз үлес қосқан. Және 11 ғасырда Қарахан мемлекеті өте күшті болып, бірақ уақыт өте келе ішкі тартыстар мен көрші мемлекеттердің қысымы күшейеді. Селжүктер бастаған Қарақытай
шығыстан шабуыл жасап елдің әлсіреуіне себеп болады. Ақыры 12 ғасырдың ортасына қарай Қарахан мемлекеті құлап, оның жері Қарақытайлар мен Хорезм шахтарға белгіне өтеді. Және Қарақытай мемлекеті 12 ғасырда Орта Азия мен Шығыс Түркістан аумағында өмір сүрген. 11 ғасырдың соңына қарай Қытайда Ляо мемлекетінің құлағаннан кейін қидандардың бір бөлігі батысқа қарай көшті. Жетісу мен Орталық Азия аймақтарына келді. Олар Илюйдаши деген қолбасшыны бастап келіп, 1125 жылы Жетісу жерінде өз мемлекетін құрады. Бұл мемлекет тарихта Қарақытай мемлекет деп аталады. Олардың орталығы Баласағұн қаласы болады. Мемлекеттің құрамына қазіргі Қазақстанның оңтүстік және шығыс өңірлері, Қырғызстан, Өзбекстан және Шығыс Түркістан кіреді. Олар өз билігін Қарахан мемлекетінің мұрагерлі отырған жерлерде орнатқан. Және Илюйдаши билігі кезінде Қарақытай мемлекеті өте мықты болды. Ол Тараз маңындағы Қатуан шайқасында 1141 жылы болған шайқаста Селжүк әскерлерін жеңіп, Орта Азиядағы беделін арттырады. Сол жеңістен кейін Хорезм, Самарқан және Ферғана сияқты баяу өңірлер Қарақытайларға тәуелді болады. Және бірақ уақыт өткеннен кейін мемлекет әлсірей бастайды. Өйткені билеушілер арасында спор, тартыс көбейіп, күшейіп, ал бағынышты халықтар салықтан шаршай бастады. Және 12 ғасырдың соңына Хорезм шах мемлекеті күшейіп, Қарақытайлардың жеріне қауіп төндіреді. Ақыры 1212 жылы Найман тайпасынан шыққан Күшлік деген хан билікті тартып алады, мемлекетті өз қолына алады. Алайда көп ұзамай 13 ғасырдың басында Шыңғыс хан әскері келеді және Қарақытай мемлекетін жояды. Бізде келесі тақырып Қимақ Қыпшақ бірлестігі. Ол 1128-1213 жылдары жалғасады. Олар 12 ғасырда Жетісуда пайда болады. Астанасы Баласағұн. Қимақтар алғашында 7-8 ғасырларда Ертіс өзенінің жоғарғы ағысында қазіргі Шығыс Қазақстан мен Батыс Сібірдің бір бөлігінде өмір сүрген. Уақыт өте келе олар күшейіп, айналасындағы тайпаларын біріктіре бастайды. Және 9 ғасырдың ортасында Қимақтардың жетекшілігімен 7 тайпадан тұратын бірлестік құрады. Оған қыпшақтар да кіреді. Осылайша тарихта Қимақ-Қыпшақ бірлестігі пайда болады. Қимақ мемлекеттерінің орталығы Ертіс бойында Имақ қаласы болған. Қимақтардың билеушісі Қаған деп аталады. Тағы да ол елдің жоғары билеушілері әр әскери басшысына сыналды. Қимақ қоғамы жақсы ұйымдасқан еді. Әскери күшті, ел ішінде тәртіппен басқару жүйесі де күшті болған. Қимақ-Қыпшақ бірлестігі өз дәуірінде үлкен аймаққа қамтыды. Шығыста Алтайға дейін, шығыста Алтайдан бастап батыста Орал тауларына дейін, ал оңтүстікте Балқаш көлі мен Арал теңізіне дейін жалғасты. Ал оңтүстігінде Арал теңізіне дейін биледі. Бұл бірлестіктер құрамында қыпшақтар уақыты өте келе ең белсенді және күшті тайпа болып сайланады. Қимақтар мен қыпшақтар мал шаруашылығымен, аңшылықпен және саудамен айналысады. Олар Ұлы Жібек жолының солтүстік тармағынан бақылап отырғандықтан Орта Азия мен Қытай және Ресеймен сауда қатынасын дамытады. Елде металл өңдеу, қару-жарақ жасау, тіпті зергерлік өнерлер мен киімдік өнері дами бастайды.
және 9-10 ғасырларда қимақ қағанаты күшейіп, кейбір көрші елдермен дипломатиялық байланыстарды орнатады. Бірақ 11 ғасырдың басына қарай ел ішінде тайпалар арасындағы билік үшін талас басталады және ол күшейеді. Сол кезде қыпшақтар күшейіп, бірлестіктері басты рөлді өз қолына алып, сөйтіп 11 ғасырда қимақ мемлекеті орнына Қыпшақ хандығы құрылады. Қыпшақ хандығы 11-13 ғасырлар арасында билік еткен. 11 ғасырдың басында қимақ қағанатының ыдырауынан кейін ірі түркі мемлекеті болып саналады. Ол Еуразиян даласының көп бөлігін қамтып, түркі халықтарының тарихына үлкен із қалдырады. Оның қалыптасуы және аймағы туралы айтып кеткен болсам, Қыпшақ хандығы шамамен 9 ғасырдың 11 ғасырдың басында құрылады. Алғашында Ертіс өзенінен батысқа қарай жылжып, біртіндеп кең аймақты бағындырады. Мемлекеті өте кең болды. Айта кетсек, шығыста Ертіс өзенінен бастап, батыста Еділ мен Днепр өзендеріне дейін, ал солтүстікке батыс Сібір орманына дейін, оңтүстікке Арал теңізі мен Хорезмге дейін жетеді. Бұл дала Қыпшақ даласы, яғни Дешті Қыпшақ деп аталады. Халқы және тайпалары туралы айтатын болсам, Қыпшақтар түркі тектес болады. Олар біртіндеп қимақ, оғыз, башқұрт, түргеш сияқты тайпаларды өз құрамына қосып, Қыпшақ тайпалары ең үлкен топқа бөлінді. Олар батыс Дешті Қыпшақ және шығыс Дешті Қыпшақ. Батыс Қыпшақтары Қара теңіз маңында орналасады, ал шығыс Қыпшақтар Ертіс пен Арал маңында өмір сүреді. Сыртқы саясат туралы айтып кететін болсам, Қыпшақтар көрші мемлекеттермен тығыз қарым-қатынаста болды. Оңтүстікте Хорезм мемлекетімен, ал батыста Русь князьдерімен байланыс орнатады, және Қарақытайлармен де, Наймандармен де байланыс орнатады. Кейде соғысқан, олар всегда одақтас болған, соғысқан кездерде болған. Және Қыпшақтың құлау себебі 12-ші емес 13-ші ғасырдың басында Қыпшақ жеріне моңғол шапқыншылығы басталады. Және 1219-1221 жылдары Шыңғыс ханның әскерлері Дешті Қыпшақты жаулап алады. Осылайша Қыпшақ хандығы құлап, оның орнына Алтын Орда құрамы кіреді. Бізде келесі Хазар мемлекеті 7-ші ғасыр мен 10-ші ғасырлардың ортасында билік етеді. Олар Еуразияның батыс бөлігінде, Каспий мен Қара теңіз аралығында 7-ші ғасырда құрылған ежелгі түркі мемлекеті. Ол өз заманында өте қуатты, бай және ықпалды елдердің бірі болған. Хазарлар алғашында түрік қағанатының құрамында болған, бірақ 7-ші ғасырдың ортасында батыс түрік қағанатын әлсіреп ыдырағаннан кейін хазарлар өз алдына тәуелсіз мемлекет құрды. Мемлекеттің орталығы алдымен Еділ, басында Байлан, потом Еділ қаласы болды. Жер аумағы Каспийден, шығыста Каспийден, батыста Қара теңізге дейін, солтүстікте Еділ мен Дон өзендеріне дейін болды. Ал оңтүстігінде Кавказ тауларына дейін жалғасты. Діні және мәдениеті хазарлардың ерекше бір ерекшелігі, олардың билеушілігі иудаизм дінін қабылдаған, ал қарапайым халықтың ішінде ислам, христиан және тәңіршілдік те кең таралған. Бұл нені көрсетеді бізге? Бұл олардың елінде діни төзімділік болғанын көрсетеді. Және хазарлар түркі тілінде сөйлеген, өздерінің жазу мен мәдениеттері болған.
хазарлар ұзақ уақыт бойы Византия империясының одақтасы болды және арабтардың Кавказ арқылы Еуропаға өтуін тоқтатып отырды. 7 мен 8 ғасырларда арабтар Кавказдарды басып алмақ болады және бірнеше рет жорық жасағанымен хазарлар оларды еділ бойына өткізбей өз жерлерін қорғап алды. Осы шайқастарда хазарлар түркі әлемінде Еуропаның шығыс шекарасында араб шапқыншылығынан қорғаған. Құлауы туралы айтып кететін болсақ, 10 ғасырдың ортасында Хазар мемлекеті әлсірей бастайды, өйткені тағы да ішкі билік үшін талас болады, сауда жолдары өзгереді соның кесірінен және көрші елдер күшейеді, қысым жасайды. 965 жылы Киев князі Святослав хазарларға қарсы ірі бір жорық жасайды. Олардың астанасын қиратады және осы соғыстан кейін Хазар мемлекеті бір жола құлайды. Осымен менің СРС тақырыбым аяқталды. Мен түркі мемлекеттерінің қалыптасуы мен дамуын толық айтып жеткіздім деп ойлаймын. Сау болыңыз.